Мысықты көбінесе қыздар қауымы өте жақсы көреді. Кейбіреулер ауруға шипа беруге себеп болады деп сенеді. Оны арамдығы басым деп жақтырмайтындар да бар. Қазақта мысық жүрген үйде тышқан болмайды деген түсінік бар. Ендеше мысық туралы бірнеше қызықты дерек ұсынамын. Егер саған қызық болса, лайк басып тіркел. Мысық өз иесінде инсульт, инфаркт аурулары болу мүмкіндігін 3-1 деңгейге түсіреді екен. Мысықтар үйіне жету үшін қанша шақырым болса да жүріп өтуге бар. Мысықтардың көзі қараңғыда жақсы көреді, бірақ түстерді ажырата алмайды. Шотландияда Тауизер есімді мысыққа ескерткіш орнатылған. Ол өмірінде 30 мыңға жуық тышқан аулаған. Мысық асырайтын адамдардың 17%-інің ғылыми дәрежесі болады. Мысықтар өмірінің 70%-ін ұйқымен өткізеді. Мысық 100-ден астам дауыс шығара алады. Тамақ жегісі келсе, мияулағаны баланың даусына ұқсап шығады. Ямайкалық жеңіл атлетші Усейн Болт жүгіруден 8 рет әлемдік рекорд орнатқан болса, үй мысығы одан да тез жүгіреді. Егер саған бұл дерек қызықты болған болса, лайк басып тіркел кет.